Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Мейірімді Алла Тағала адам баласын осы өмірде жақсылық жасасын, жамандыққа бармасын, жүрегі мейірімге толсын, жақсы адам болсын деп жаратты емес пе? Жақсылық жасау адамгершіліктің ғажап бір көрінісі. Тек жақсылықты мақтан үшін, немесе пайда үшін жасау ол жақсылықтың сыйқын қашырады. Жақсылық шын жүректен шынайы жасалғанда ғана ол өзінің адамгершілік сипатына ие болмақ. Сіздер жақсылыққа құмар болсын деген мақсатта кез келген адамға өмірлік сабақ болардай оқиғаны назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бұл оқиға Латын Америкасының қалаларының бірінде болған. Антония есімді 17 жасар бала қаладағы ең қымбат деген мейрамханалардың бірінде даяршы болып жұмыс істейді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін кішкентай қарындасымен ауру анасын бағу оның мойнына жүктелген еді. Түске дейін колледждағы сабағына барып, түстен кейін жұмысына асығатын. Күнделікті тапқан табысы анасының дәрілері мен ішіп-жеулеріне зорға жетуші еді. Өмірінің бұлай қиын болғанына қарамастан, боз бала өз жұмысына өте үлкен жауапкершілікпен қарайтын. Әріптестеріне еш қиындық тудырмай, мейрамханаға келген әр қонаққа шын көңілмен қызмет көрсетуге ұмтылатын. Күздің суық күндерінің бірі. Антония жұмыс істеп жүрген мейрамхананың есігі ашылып, шашына ақ түскен, үстіндегі киімі жыртылған, басындағы орамалы қисайған, үсті басы шаң-шаң, егде тартқан әйел кіріп келіп, шеттегі отырған орындыққа отыра кетеді. Мейрамханадағы тамақтанып отырған өзге адамдар оған шошына қарап, жақтырмаған кейіп танытады. Кейбірі тіпті жақсы мейрамхана десем, көрінген қайыршыны кіргізе беретіндей не қылған мекеме деп шағымдана бастайды. Суықтан тонды ма, әлде кімнен қорқытты ма, қарт әжей қалтырап дірілдеген күйі өтінемін. Мен бүгін еш нәр татпадым, бір жұтым су беріңіздерші деп жағдайын айта бастаған еді. Өзге клиенттердің шағымын ескерген орта жастағы мейрамхананың басқарушы ер адам жетіп келіп, әй шайға қарамай қарт әжейдің желкесінен ұстап алып, сыртқа лақтырып жібереді. Өзі әрең жүріп келген қарт әжей тізерлеп құлаған бойы сырттағы орындыққа сүйеніп, мейрамхананың арт жағына кете барады. Мейрамхананың ішіндегі адамдар терезеден қарт кісінің қиналғанын көріп отырса да, түк болмағандай тамақтарын ішіп отыра берді. Әжейді тысқа лақтырып жүрген мейрамхананың басқарушысы ішке кіріп өзінше сыпайы түрде тамақтанып отырған клиенттерінен кешірім сұрап, тіптен өз атынан торт тарту етеді. Осы оқиғаны сырттай бақылап тұрған Антония қарт әжейге жаны қатты ашып, ақыры ешкімге білдірмей мейрамхананың артқы есігінен шығып, әжейді тауып алып, қалтасындағы бүгінгі тапқан бар ақшасын береді де, әже, кешіріңіз, осыған бір нәрсе сатып алып жеңіз деп қарт әжейден тағы да кешірім сұрайды. Мейірімді жігіттің жылы жүзіне қадалып қараған қарт әжей көз жасына ерік беріп оған рахмет айтып, балам, маған өмірімде ең бірінші рет шын көңілден жақсылық жасап тұрған сен екеніңді білесің бе? Сенің бұл қайырымдылығың саған жақсылық болып тисін деп батасын берген күйі көшені жағалай кете барады. Жас жігіт Антония әжейдің айтқанын түсінбесе де, жаны ашыған күйі артынан қарап қала берді. Күнделікті тамағына ақшаны зорға тауып жүрген жас бала, өзім бір күн аш болсам да, әйтеуір менің барар үйім бар ғой, ал әжейдің баратын үйі де жоқ шығар деген оймен бар ақшасын бере салған еді. Жас жігіт сол күні үйіне құр қол қайтты. Қарындасы айтқан заттарын ала алмады. Тек анасының бір-екі күнге жететін дәрісі бар еді әйтеуір. Осылай күндер өтіп жатты. Антонио күнделікті мейрамханадан тапқан ақшасына анасына дәрі, қарындасына керектерін алып, азын-аулақ азық-түлік алып жүрді. Мейрамханадағы жұмысын жақсы атқаратын жас жігітке әріптестер де дән риза еді. Күндердің бір күні Антонио қонақтарға тамақтасып зор жүгіріп жүргенде, мейрамхананың есігі ашылып, үстіне қымбат тон киген, үсті басы алтынмен қапталғандай ауқатты қарт кісі кіріп келеді. Бай, ақшасы мол клиентті көре сала, орта жастағы мейрамхананың басқарушысы алдынан шығып, арнайы орын ұсынып, тапсырысын өзі жеке қабылдайтын айтып, сыпайылық танытады. Бір қызығы ауқатты бай әйел мейрамхананың басқарушысының қызметінен бас тартып,
Антонияны қолымен нұсқап, жас жігіттің өзіне қызмет көрсетуін қалайтынын айтады. Қарт клиенттің бірден-бір мейрамхананың басқарушысын менсінбей, қайдағы жоқ даяршыны шақырғанына намыстанған басқарушы: «Кешіріңіз, мен осы мейрамхананың басқарушысымын. Менің қызмет көрсеткенімді неге қаламайсыз? Даяршыны қайтесіз?» деп сұрақ қояды. Сол кезде суық түспен қараған қарт әжей: «Осыдан бір апта бұрын қиын жағдайға тап болдым. Ұрылар мені тонап, үсті басымды жыртып, алтындарымды алып, өзімді көшеге ұрып тастап кетті. Мен жақын маңдағы өзімнің мейрамханаларымның біріне кіріп, сәл жылынып, ыстық кофе іше қояйын дегенмін. Бірақ сіз мені тыңдамастан желкемнен алып қуып шықтыңыз. Ал мына жас жігіт маған қалтасындағы соңғы ақшасын беріп жәрдем берді. Мен сол ақшаға такси жалдап үйіме жеттім. Сіз білесіз бе, мен осы мейрамхананың және қаладағы басқа да 10 мейрамхананың генеральный директорымын» деп жауап береді. Өзінің қателігін түсінген басқарушы: «Мен сізді танымаушы едім. Мені сырттай тағайындағансыз. Мен білмедім, кешірім сұраймын» дейді. Сонда қарт әжей: «Мен сізді кешіремін, бірақ маған қиындыққа тап болған адамдарға қол ұшын соза алмайтын, адамдарды киіміне қарап бағалайтын сіз секілді басқарушы керек емес. Сізді жұмыстан босатамын» дейді. Кейін қарт әжей Антонияға қарап, оның атын сұрап: «Есімің Антони ма? Міне, Антони секілді жүрегі мейірімге толы жанның менің мейрамханамда басқарушы болып істегенін қалаймын. Антони, сіз бүгіннен бастап осы мейрамхананың басқарушысы боласыз» дейді. Бұл жаңалыққа таң қалған Антония жеке шыға бере жылап жібереді. Табан астынан жол болып кеткеніне, анасының еміне ақша таба алатын мүмкіндігінің туғанына қатты қуанып жылаған еді. Жаңа қызметке кірісе сала, Антони үлкен жетістіктерге жетеді. Оның басқарудағы қабілеттерін бағалаған генеральный директоры қарт әжей бірнеше жылдан кейін өзінің қарамағындағы 11 мейрамханаға осы Антонияны басқарма етіп тағайындайды. Жұмысы өрге өрлеген жас жігіт анасын емдеп аяқтан тұрғызады. Андасының қалауының бәрін орындап, қалаған оқу орнына түсуіне жәрдем береді. Өмірден қиыншылық көрген жас жігіт өзінің кішкентай ғана жасаған жақсылығының арқасында Алла қалап қыруар байлыққа кенелген. Бұл оқиға баршамызға сабақ болуы тиіс. Оқиғаға қарап, өзіңнің қиын жағдайыңа қарамастан, өзіңнен де төмен адамдарды ұмытпай, жақсылық жасап тұруымыз керек екенін ұғынғанымыз жөн. Өмір мейірімді адамдардың жасаған үлкен кішілі жақсылықтарымен нұрланып, маңызға ие болатын ұмытпаңыз. Сіз де бұл өмірдің маңызын кіргізу үшін жақсылық жасап, мейірімді болуға ұмтылыңыз. Сіздің жасаған кішкентай жақсылығыңыз ертең үлкен жақсылық болып, өзіңізге келуі әбден мүмкін. Менің даусымды естіп, қанық болып жүрген құрметті көрермендер, егер менің жүзімді көріп, сыр сұхбатымды тыңдағыларыңыз келсе, тәрбиелік мақсатта ашылған жаңа арнама жазылыңыздар. Сіздермен сол арна арқылы сыр сұхбат өткізейік. Сілтеме төменде. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы. Сау саламатта болыңыздар.